Алаштықтарға байланысты айтылатын келесі әңгімеміз Әлихан Бөкейханұлының Қазақ газетіне «Ұятай» деген атаумен жазған мақаласы төңірегінде болмақ. Совет үкіметі тұсында адам баласының жаратылысын маймылдың жаратылысымен теңегені барша жұртқа белгілі. Осы теңеуден әлі күнге дейін сол сенімдерін айықтыра алмай жүрген қаншама кісілермен, жандармен кездесіп жатамыз. Жалпы адам баласының жаратылысын сондай бір өлетін, туатын, бір денемен іспетті, бір денемен тең деген Дарвин, Спенсер, Уэльстерге жауап ретінде сол Алаштың ұлы көсемі Әлихан Бөкейханұлы бабамыз адам баласы екі аяқтылығымен, сөйлейтін сөздігімен және де ұяттылығымен басқа хайуандардан айырмашылығы, ерекшелігі болады деп дөп басып айтып кеткен болатын. Бұл мақаласының басты жазылуының себебіне келіп тоқталатын болсақ, бірінші себебі ол екі себеппен жазылған. Бірінші, ұлт зиялыларына, елдің қамын жеген, сондай бір ел үшін қызмет еткен жандарға арнап жазды. Оның туына да себепкер болған өзінің замандас, қаламдас достарына байланысты еді. Өйткені сол тұста Қазақ газетіне мақала жариялаған Ахмет Байтұрсынұлы мен Міржақып Дулатұлыны сол бір мақаласы үшін Совет билігі абақтыға жабады. Сол кезде Самара қаласында жүрген Әлихан Бөкейханұлы осы жағдайды естіп, кезінде орысқа сондай бір Ресейге жол ашқан, білімге жол ашқан, Ресейге сондай бір газетті, журналды үйреткен Радиков деген кісі болды. Сол кісі де көп ұзамай абақтыға жабылды. Және сол сияқты Новиков деген соның несі замандасы болды. Ол Ресейге журнал, газеттермен қоса Европаға жол ашып, білімді үндеген еді дейді. Бірақ оған қарамастан, оны сондай жан түршігерлік, адам шыдамайтын абақтыға жапқан болатын дейді. Бауырларым, сендерді мінесе, соларға салып мінесе екен деп, олардың жүректеріне сондай бір үлкен сенім салған болатын. Бұл бір. Екінші мәселе жазуындағы, ол өзіне сұрақ қойып, мен бұл мәселеде мақалама «Ұятай» деген атты беруімнің себебі дейді. 20 ғасырдың басында үкімет мұжыққа дүре салуды жол қылған кезде, сондай орыстың қаламгері Лев Толстой «Русский ведомости» деген журналға хат жазады. Бұл хатты жазған кезде хаттың атын «Ұят» деп қойған екен. Ол «Ұят» деген атаумен не демекші болды дейді. Ол «Ұяттың» атауында астарында мына нәрсе жатыр еді дейді. Біз адам емеспіз бе? Бізде ұят деген қасиет бар емес пе? Енді осы қасиеттен жұрдай болып айырылатын болсақ, біз бұрынғы ата-бабаларымыздың 4 аяқты хайуандық жолға қайтқанымыз емес пе деген мәселені айтпақшы болды дейді. Сөзіміздің басымызда айта кеткендей, сол кездегі зиялыларға қаншама елді оятқан зиялылар болды. Елді оятып, білімге үндеген зиялылардың соңы үнемі абақтымен аяқталғандығын көрсетті. Ал енді осы оларға сондай бір қара дақтарды, қара айдарларды таққан кезде, қарапайым ұйқыда жатқан халық ол қара айдарларға бірге қол шапалақтап, оларға сеніп, оларды қаралап отырды. Ал енді осы тұста біздерге не айтқысы келді? Мақаланың соңғы жағында бір мысалмен өте керемет түрде түсіндіреді. Яғни орыстың жазушысы Салтыков деген кісі бір мақала жазады. Түзеулік пен шошқа деген. Ол мақалада нені келтіреді? Түзеулікке шошқа айтады дейді. Түзеулік, сен күнді бар дейсің ғой, бірақ мен күнді көріп тұрған жоқпын. Бұны сен маған қалай дәлелдейсің дейді. Сонда түзеулік айтады. Шошқа дейді, сені Құдай төмен қаратып жаратып қойған ғой. Енді төмен қаратып жаратқаннан кейін, сенің сол жаратылысыңа мен кінәлі емеспін дейді. Яғни күнді көре алмауыңа мен кінәлі емеспін дейді. Яғни кейбір сондай кісілерді, сондай жауһар, сондай Құдай ерекшелікті беріп қойған білімді кісілерге қара дақтар тағылып жатқан кезде, кейбір көре алмайтын адамдар бар. Солардың білімділігін, солардың білімін көре алмайды, солардың білімін сезіне алмайтын адамдарға мысал ретінде осы шығарманы жазған болатын дейді. Яғни сол кезінде Міржақыпты, сол кезіндегі Әлиханды болсын, сол кезіндегі Байтұрсынды үкіметпен қоса қаралаған кісілердің мысалы төмен қаратылып жаратылған шошқамен тең деп мысалдап жатыр да. Енді осы тұста Ахмет Байтұрсынұлының өзі сол Салтыковпен өзінің ойын бірге ұштастырғандығын көрсетеді бізге. Қалай? Өзінің Еменнің түбіндегі шошқа деген өлеңі бар. Яғни Еменнің түбіндегі шошқа деген өлеңінде былай баяндайды: шошқа Еменнің түбіне келіп,
еменнің жаңақтарын жейді дейді. Еменнің жаңақтарын жеп отырып тояды, тойғаннан кейін еменнің түбіне барып ұйықтайды. Ұйықтағаннан кейін ұйқысынан оянып, өзінің әдетіне салып, еменнің түбін қаза бастайды дейді. Сол кезде бір құзғын келіп, ей, не істеп жатсың? Оның түбін қазба дейді. Қазсаң қазір бұл емен қурап өліп қалады дейді. Өлсе өмірасы қатсын, оның маған не пайдасы бар дейді. Сонда еменге тілі бітіп бұлай сөйлейді. Ей шіркін, жақсылықты білмейтұғын. Білсең сен не бетің бар бүйдейтұғын. Жоғары қарай алсаң білер едің, шыққанын жеміс қайдан сен жейтұғын дейді. Енді емен мен шошқаны мысал келтіріп, біздерге Ахмет бабамыз не айтқысы келді? Емен шошқаға жемісімен қоса көлеңкесін берді. Яғни білімді адамдар жұртқа, жалпы қарапайым халыққа жемісімен бірге өздерінің сондай бір көлеңкесін сыйлап отырды. Ал бірақ шошқа көлеңкесін пайдаланды, жемісін пайдаланды, бірақ оның еменнен келіп жатқанын білген жоқ та. Ол қашан білетін еді? Егер жоғары қарай алса білетін еді. Сол сияқты сол уақытта Әлихан Бөкейханұлы жалпы дүйім алаш жұртының іс-әрекеттерін көрмеген шошқа сияқты кейбір адамдар болды. Сол адамдардың кесірімен олар абақтыға жабылып, атылып кетіп жатты. Ал бұл негізінде расында алып қарайтын болсақ, негізгі өздерінің білімдерімен, өздерінің сондай түнін ұйқысыз, күнін көріспестен өткізген ата-бабаларымыз өздерінің барлық ғұмырын осы біздер үшін жұмсаған еді. Ал оны кейбір адамдар көре алмады. Яғни олардың сипатын осы сипатпен Ахмет Байтұрсынұлы бабамыз сипаттап кеткен болады. Енді мақаланың тақырыбын ұятай дедік. Бұл жерде көп астар, көп әңгіме жатыр, ашылмаған көп сырлар жатыр. Осы тұста біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисімен түйіндейтін болсақ, егер ұялмасаң, қалағаныңды жасай бер деген хадис бар. Бұл жерде ұяты жоқ адам ғана қалаған нәрсесін жасай алады дейді. Ұяты жоқ адам ғана түрлі жағдайларға бара алады деген мағынада келіп отыр. Қазіргі күнімізде де ата-бабаларымыздың кейбір ұят деген ұғымдарын қолданудың өзі ұят болып қалған сияқты. Мәселен, бір келін орамал тағып жүруді ұят санайды, ар санайды. Бір ақсақалдың алдына бас келіп, сол немересіне құлағын кесіп беріп жатса, сол құлақты алып аузына салуға ар санайтын немере шықты қазір. Ал бұның барлығы сол біздің төмен қарап бара жатқандығымыздан емес пе? Біз де сол келесі сол алаш зиялылардың еңбектерін қарап, олар қандай рухты алды, қазаққа деген қандай рухты берді, солармен біз сабақтастырып білімімізді ашатын болсақ, біздің бұрынғы салт дәстүрлеріміз қайтадан жаңғырып, сол ұят деген ұғым бойымызға сіңетіндігі анық.